Жер игеріп, көкөніс өсіріп отырған шаруалар енді шетте қалмайды. Мемлекет басшысы оларға тауар несиесін беруді тапсырды. Өзі өсірген өнімді сауда сөресіне шығару үшін әлгі шаруаларға бұл таптырмас мүмкіндік екені анық. Содан соң мектеп оқушылары мен студенттердің қаржылық сауаттылығын арттыру керек. Ол үшін арнайы пән енгізілетін болды. Анығы сұхбатта айтылады. Студия қонағы мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова. Жұлдыз Досбергенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Әлгінде айттым, мемлекет басшысы мектептерге, жоғары оқу орындарына қаржылық және цифрлық сауаттылықты арттыруға арналған қосымша пән енгізуді тапсырды. Негізі президент мұны біраздан бері айтып келе жатыр, алайда салалық ведомство, яғни жауапты ведомство әлі де созбаққа салып келеді. Себебі неде деп ойлайсыз? Жалпы сосын мектеп бағдарламаларын заман ағымына қарай түрлендіріп отырған, өзгертіп отырған дұрыс па? Негізі өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Өйткені әлемнің дамыған мемлекеттері әрбір PISA жаңағыдай халықаралық тест өткеннен кейін өздері жинап, өздерінің білім бағдарламаларын сараптап, өзгертіп отырады. Неге? Өйткені білім беру бағдарламалары бұл еңбек нарығына дағдылану қажет. Өйткені сол мемлекеттің экономикасына кадр дайындайды. Сондықтан да экономикада қандай сұраныс бар, мемлекеттің даму бағыты қалай, және әлемдік трендтер қандай, соған байланысты білім беру бағдарламалары өзгеріп тұруы қажет. Бүгінгі таңда біз үшін не өзекті? Біз қазір жасанды интеллект кәдімгі өзіміздің өмірімізге күнделікті еніп кетті. Сол жасанды интеллекттің құрбаны болмас үшін, жасанды интеллектпен бәсекеге түсу үшін, және жасанды интеллект дегеніміз енді ол компьютер, ол робот, соны өзінің тілінде сөйлеткізу үшін әрине біздің балаларымыз жалпы жаратылыстану математикалық бағыттағы білімдер мықты болуы қажет. Бұдан бөлек өздеріңіз білесіздер эмоционалды интеллект, бұдан бөлек өзінің патриоттығы, туған елге деген сүйіспеншілігі, осындай сынды көптеген компоненттер тұрады. Сондықтан да бұл жерде тек қана жасанды интеллект, тек қана цифрлық сауаттылықтан бөлек, бұл жерде әрине білімнің өзінің мақсатына сай толыққанды қарастырылуы қажет еді. Енді Аманат партиясы былтырдан бері қарсыз қоғам деп ауыл аманаттың аясында осы біздің қоғамның сұранысы мынау қаржылық сауаттылықты дамыту үшін кәдімгі азаматтарымызды оқыта бастағанын білесіз. Бірақ қаржылық сауаттылық дегеніміз бұл мектепте бастау алу керек. Мектепте бастау алу үшін осы қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Яғни бүгінгі таңда бұл несиесіз, кредитке батпаған, жалпы өзінің түсімін, өзінің кәдімгі бюджетін, жеке бюджетін есептей алу. Бюджет дегеніміз не? Бюджет дегеніміз кіріс, шығыс, дефициттен тұрады ғой, былай қарағанда. Ол адамның өзінің де бюджеті сондай болады. Бірақ оны біз мектептен бастап үйретуіміз қажет. Мысалы, Финляндия мемлекетінде бұл тақырыптар, бұл пәндер 7-ші сыныптан бастап оқытылады. Өйткені бала өзі ертең отбасы құрған кезде үйдің экономикасының негізгі құрылымдары қандай деп экономика пәнінде оқытылады. Ал бізде ол олқылықтың орны толмай отыр. Біз теориялық бір формалды білім береміз, бірақ ол білім дегеніміз бала оқығаннан кейін өмірде пайдалануға өзінің құзыреттіліктері болу қажет. Сондықтан да осы олқылықты орнын толтыру үшін жалпы мынау қарыздан ада, яғни кредиті жоқ азаматтардың легін қалыптастыру үшін, сонымен қатар өзінің болашағына сенімді, қаржылық сауаттылығы қалыптасқан азаматтар қалыптасу үшін Аманат партиясы қарызсыз қоғамның аясында бағдарламасын оқыта бастады. Қаржылық сауаттылыққа мұғалімдерді оқыта бастады. Осы жазда 100 мыңнан астам студент оқытты, колледждің студенттерін, сонымен қатар 7500 мектебі мен колледждің мұғалімдерін қаржылық сауаттылыққа үйретті. Енді бұл бір ғана пән болама дегенге менің жеке ойым, бұл бірнеше пәндердің ішінде мына сквозной тема деген болады. Сол темалардың ішінде өту керек. Неге? Біз тек қана бір пәнмен формалды үйретіп қоймауымыз керек. Қарсыз қоғам, қаржылық сауаттылық ол физикада да, ол жаңағыда лингвистикалық пәндерде де, ол математикалық пәндерде де, есептердің арасында, берілетін тапсырмалардың арасында солай үйреткен кезде ғана балаға ол қонымды. Ал былай айта берсек, бір пәнді ол кейде жауыр болып бала қабылдамауы да мүмкін. Сосын қаржылық сауаттылық деген оның күнделікті өмірі. Мысалы, бізде мен бір түлектермен үнемі кездесіп тұрам. Сонда маған түлектер айтады, мен жақсы академиялық білім алдым, бірақ менің өмірге дайындығым аздау болды дейді. Яғни мектеп болсын, университет болсын, бірінші баланы өмірге дайындау қажет. Ал бүгінгі таңдағы өмірдің сұранысы не? Өзіңнің келген табысыңды дұрыстап жұмсай білу. Жұмсағаннан бөлек келесі айға, келесі кезеңге жинақтау.
Мысалы үлкен бизнесмендерді айтатын болсақ, олар өзінің сделкасы туралы айтады ғой. Иә? Бірақ одан бөлек олар қалай жинақтады, сол жинақтаудың жүйесін қалай жасады, сол да маңызды. Міне, қарызсыз қоғам жобасының аясында қаржылық сауаттылық мәселесі негізгі мақсаты осы. Бұдан бөлек енді қаражатты жинау, игеруден бөлек қаражатты қорғауда қаржылық сауаттылыққа жатады ғой. Өзіңіз білесіз, қазір елде қаржы алаяқтары, интернет алаяқтары талай адамдардың қаражатын иемденіп сан соқтырып жатыр, иә? Қарызсыз қоғам жобасы осыларға да тосқауыл қоюға бір септігін тигізетін шығар. Енді былтыр біз 8-ші шақырылымның 2-ші сессиясының аясында осы кредиттік жаңағыдай кредиттен қалай құтылу керек, жалпы қарызсыз қоғам құрудың алғышарты болатын біраз заңнамаларға өзгерістер енгізген болатынбыз, өздеріңіз білесіздер. Оның ішінде мысалы қазір 21 жасқа толмайынша оған кредит берілмейді. Онлайн кредиттерге шектеу қою. Сонымен қатар отбасылары биометриялық тексерістер енгізілді. Сонымен қатар отбасын құрған азаматтардың мысалы әйел алатын болса, онда оның жаңағыдай жолдасы ер азаматта оны кредит алып жатқандығын білу қажеттігі туралы мәселелер енгізілді. Неге? Бұл қоғамның сұранысы болды. Мысалы студент ешқандай жұмыс жасамайды, бірақ бір басында бірнеше кредит бар, лудоманияға салынып кеткен, олардың зейнеткер ата-әжесі төлеп жатқан жағдайлардың бәрін көзіміз көрді, сондықтан да осындай шектеулер енгізді. Енді бұл жерде әрине қазіргі таңдағы біз қазір IT саласында біраз заңнаманы бастайық деп отырмыз. Оның ішінде цифрлық саладағы заңнамаларға өзгерістер енгізілетін болады. Сонымен қатар цифрлық кодекс әзірленіп басталды. Бұл нені көрсетіп отыр? Мен жаңа өзімнің сөзімнің басында айттым ғой, бізде кәдімгі жасанды интеллект өмірге еніп кетті. Қазір чат GPT болсын, басқа нәрсе болсын, тіпті кибер алаяқтар өздері қатар отырып, азаматтардың атынан жан-жаққа хат жазып, осындай бопсалау болып жатыр. Оны тосқауыл қою, енді жеке өзімде мысалы киберполицияны енгізу қажет деп ойлаймын. Бірақ заң қазір басталып әзірленіп жатыр. Үкімет тарапынан заң енген кезде біз өзіміздің де ұсыныстарымызды енгізіп, жалпы жаз бойы халықтың арасында жүрген кездегі халықтың ұсынысы бар, халықтың талап тілегі бар. Сол жерде мына цифрлық кодекстің аясында, жасанды интеллектке арналған заңнаманың аясында осы қатаңдату мәселесі. Кибер алаяқтықтың жалпы тосқауыл қоюға енді жойып тастай алмаймыз. Өйткені ол нарық кәдімгі қатты дамып кетті. Бұл жерде технологияның дамып жатқанын байқаймыз. Сонымен қатар бұл көбінесе басқа елдің шекарасынан келіп тұрған сондай нелер екенін де байқап тұрмыз, алаяқтық жаңағыдай механизмдері. Сондықтан да бұл жерде әрине ауқымды негізде бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Сіз айтқан бұл мәселе жолдауда да қамтылды. Мемлекет басшысы Астанада жасанды интеллект орталығын құруды тапсырды ғой. Енді келесі мәселеге ойыссақ, президент биылғы жолдауда ауыл аманаты бағдарламасының аясын кеңейтуді тапсырды, яғни шаруаларға тауар несиесін беруді міндеттеді. Қалай ойлайсыз? Көкөніс өсіріп отырған, жер игеріп отырған, астықпен айналысатын шаруалар енді осыдан кейін өз өнімдерін сауда сөрелеріне қойып табыстарын ұлғайта ала ма? Дәл осы жобаны халық өте жақсы қолдап отыр. Өйткені ауыл аманаты Ақтөбе облысында өте жақсы жүзеге асырылған жобалардың бірі. Мен жазда көргенде әрбір барған ауылымның, мысалы, әр екінші ауылда ауыл аманаты бойынша әйелдер несие алып, өзінің бір жұмысын жасап, өнімін сатып отқанды көзім көрді. Енді олар өнім жасағаннан бөлек, ол өнімді басқа ауданға жеткізгісі келеді. Ол өнімді стандарттау керек, ол өнімнің кәдімгі қорабына дейін жасап, оны саудаға шығару үшін енді ауыл аманатындағы несие жеткіліксіз. Оған кәдімгі тауар несиесін білдіру керек. Бұл жердегі мәселе, біз жұмыссыздықты жоямыз дейміз, бірақ біз уақытша жұмыс орындарына көп ақша бөліп келдік. Былтыр 1,4 миллиард тек қана уақытша жұмыс орындарын ашуға арналды. Ал шын мәнінде ол есепсіз кеткен, нәтижесіз кеткен қаражат болды. Жұмыс орындарын ашу дегеніміз, жұмыссыздықты жою дегеніміз өнімді, яғни бір тауарды өндіру деген сөз. Сондықтан жеке өзім халықтың арасында жүріп көріп, олардан талап тілегін естіген азамат ретінде осы тауар несиесіне менің үмітім зор. Неге? Өйткені осы тауарды өндіруге олар
2 жылдан астам ауыл аманаты аясында әйтеуір бір тауарды жасап көрді, бір өнімді. Ол тіпті тоқаш болсын, ол тіпті нан болсын, оның бәрін жасап көрді. Яғни ол бір технологияны меңгерді. Енді масштабировать ету деген мәселе бар. Ал ол үшін жаңа деңгейдегі қаражат пен білім керек. Біріншіден, тіпті мысалы құлпынай өсірді делікші. Сол құлпынайды өсіріп, оны жуып, оны жаңағыдай сорттап, оны қорапқа салғанға дейінгі бүкіл процеске қаражат керек. Яғни тауар несиесі дегеніміз, сіз бір тауарды ауыл аманатымен бастадыңыз ба, енді әрі қарай оны масштабтау үшін сізге беріліп отырған несие. Бүгінгі таңда Жамбыл облысы Меркі ауданында, кәдімгі толық бір ауданда дәл осы тауардың несиесін беруге байланысты осындай ауыл аманатының аясында жоба жүзеге асырылып бастады. Үкімет мүшелері бар, біздің аманат партиясының жаңа басшылығы бар, барып, көріп, осыны басқа аудандарға насихаттау бойынша жұмыс басталып кетті. Біз бір нәрсені түсінуіміз қажет. Егер біз тұрақты жұмыс орнын ашамыз десек, онда біз ол жұмыс орнын тауар мен өнімге байлауымыз қажет. Егер біз бір шұлық шығарсақ та, бір етік тіксек те, ол тауар мен өнім. Яғни ол біздің экономикамыз. Сондықтан оны шығарған жерде жұмыс орындары ашылады. Жұмыс тіпті соны жуатын болсын, жаңағыдай кожасын тазалайтын болсын, оның бәрі жұмыс орындары. Біз енді басқа жақтың алып сатарлығы емес, біздің экономикамыз тұрақты даму үшін осындай нәрсе керек. Сондықтан тауар несиесі бұл өте қажет деп ойлаймын. Менің ойымша, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жыл сайынғы бөлінетін және 1/4 жастардың уақытша жұмыс орнына кетіп атқан қаражатты осы жаққа бағыттау керек. Жұмыссыз жүргендерді кәдімгі уақытша 3 айда, 6 айда тез мамандықты алып шығып, ол келесі мына жұмысшы мамандықтар жылы деді ғой. Яғни бұл тауар жаңа несиесі ауыл аманатындағы керек жұмысшы мамандықтардың соны оқытып, осындай жұмыс орындарына кәдімгі кадр тапшылығы мәселесін шешетін, бірі-бірімен сабақтасып жатқан үлкен кәдімгі ауқымды жоба болады. Ең бастысы енді әкімдер осы жобаны толыққанды мән мағынасын түсінуі қажет. Сосын олар формализмді қойып, кәдімгі ауылдың адамдарымен, әкімдер сол жаңа Меркі ауданындағы барып, көріп, шын бір нәтижеге негізделетін жоба болу үшін еңбек ету керек. Біз жалпы формализмнен кетуіміз қажет. Ол бір ғана тауар, қазір көп тауар шығардық, бәлентіген жаңағыдай пиарын көрсетіп, сондайдан бас тартып, шын құлпынайдың өндірісі болатын болса, мысалы, құлпынай ол сезонды нәрсе ғой. Яғни ол жерге агроном керек, құлпынайды. Ол жерге кәдімгі жерді өңдейтін, басқа да мамандар керек болады. Сонымен қатар оны сұрыптайтын, сорттайтын барлығын, яғни оны кәдімгі қорап қылып, сатып, дүкенге алып барғанға дейінгі бүкіл үрдісті толық меңгерген кәдімгі жұмысшы мамандықтар керек болады. Өстіп циклмен олар бөлу керек. Құрттың саудасы болсын, мысалы, біздің өзіміздің жейтін құрт жент қазір өте толып тұр ғой, былай қарағанда, өте жақсы болды. Соның бәрін көбейтетін сауда болса да, әр нәрсені өзінің бағытына байланысты қарап, сосын соның дүкеннің сөресіне дейінгі, тауар болып келуіне дейінгі бүкіл үдерісті толық меңгеріп, сапалы тауарға соған көңіл бөлу керек. Жалпы Қытай кедейлікті жеңді ғой. Сол кедейлікті жеңген кездегі мен бағдарламасымен толық танысып шықтым. Олар өнімге негізделген жұмыс орны деп қойды. Ол кезде басында олар сапа деп айтқан жоқ. Кез келген адам, яғни адамға айтты, сен өнім шығардың ба? Саған жағдай жасаймыз деді. Олар сапалы емес өнімді шығарумен айналысты. Кейін олар оның жаңағыдай сапасын көтеруге мән берді. Сапаға қатысты олардың өзінің стандарттары бар. Стандартизация. Сол бекітілген стандартқа сай олар сөйтіп үлкен бір процесстен кәдімгі біріншіден олардың жұмыс орындары ашылды. Технологиялар дамыды. Нақты айтуымыз керек. Қазір сіз қараңызшы, жалпы компьютер технологиясы болсын, тіпті автопром болсын, Қытайдан қандай технология көтерілді? Бұның барлығы кедейлікпен күрес кезіндегі бағдарламаның сапалы жүзеге асырылуы. Біз егер қазір тауарға берілетін несиенің бәрін дұрыстап, егжей-тегжейлі қарастырып, бүкіл нәрсесін жаңа бағдарымен жүзеге асыратын болсақ, онда бұдан күтетін нәтиже болады. Рас етесіз. Одан кейін мына тауар несиесі
яғни халыққа қолжетімді төмен пайызбен берілу керек қой, иә? Жақсы. Жұлдыз Досбергенқызы, бізге берілген уақыт осымен аяқталған екен. Студиямызға келіп, ой пікіріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, сұхбатымыз тәмам, бірақ хабарымыз әлі де жалғасады.